721 есеп екі өрнектің айырымын жазып ықшамдаңдар. Біріншін жазайық. Минус 17,8 минус x-тен азайту керек келесі өрнекті y минус 100,4. Жақшаларды ашамыз. Бірінші жақшаны жай алып тастаймын. Екінші жақшаның сырты минус, сондықтан кері таңбамен алынады. Минус y плюс 100,4 болады. Енді минус x минус y-ті жазып алайын. Сандарды қосамыз да, мына жерде таңбалар әртүрлі. Онда үлкен таңбасын қоямын, үлкеннен кішісін азайтамын. 100,4-тен 17,8-ді алсам, 100 таратам, 14-тен 8-ді 6, 9 түседі 2, 9-дан 1 8, 82,6 шығады екен. Ары қарай екінші өрнек. К минус 57,4-тен азайтамыз d минус 60,3-тен 2-ні. Жақшаларды алып тастаймын. К минус 57,4 минус d плюс 60,3-тен 2 болады. Таңбасы кері өзгерді. Жақшаның сырты минус өткен. Енді мына жерде к минус d-ні жазып алайық. Сандарды азайтамыз. Бірақ таңбалар әртүрлі, сонда үлкеннің таңбасы плюс, плюсті қойып аламда, үлкеннен кішісін азайтамын. Мынау жай бөлшек. Ондық бөлшекке айналмайды, бұл периодты, сондықтан 57,4-ті жай бөлшекке айналдырамын. 57,4. 60-тан 57-ні алам 3 ортақ бөлімі қысқартуға болады дегенмен жарайды. 30 деп ала салайық, бірден мынаған 10-нан мынаған 3-тен беремін. Сонда 20 азайтылған 12 болады 3,30-дан 8. 2-ге қысқарады 3,15-тен 4 шығады екен. Жазам 3,15-тен 4. Енді үшінші өрнек. Минус t плюс 30,1 азайтылған минус k плюс 310,9-дан 2. Бірінші жақшаны алып тастаймыз. Екінші жақша кері таңбамен ашылады. Плюс k минус 310,9-дан 2 болады. Минус t плюс k-ны жазып алайық. Енді сандарды жинақтаймыз. Таңбалар әртүрлі, үлкеннің таңбасы минус. Ондай болса 310,9-дан 2-ден азайтамын 30,1-нан 1-ді. Жай бөлшек түрінде жазып алдым. 310-нан 30-ды алсам 280-ді. 280. Енді ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлім болады 90 дей салайық. Мынадан 10, мынадан 9, 90-нан 20 азайтылған 9 болады. 280,90-нан 11. Қысқармайды, осылай қалдырамыз. 280,90-нан 11. Черновикке есептеп жазып аламыз. Келесін есептейміз енді. Төртінші өрнек. Минус 90,7 минус а өрнегінен азайтамыз. Келесі 81,4 минус в-ні. Жақшаларды ашамыз. Минус 90,7 минус а. Минус таңба. Минус 81,4 плюс в болып кетеді. Енді екі теріс сан қосылады. Таңбасы теріс болады. 1. Ойда 1 бар. Ойдағы мен 2. Мұнда 8-ге 9-ды қоссам 17. Енді минус а плюс в. Әріптерді алдына да жазуға болады. Бәрібір. Осылай есептейміз. 722 есеп. Жақшаны ашып, өрнектің мәнін табуға жет. Бірінші өрнек. Жақша 38,267 минус 5,18-ден 17 азайтылған. Жақша ішінде 1,74 азайтылған 3,6-дан 1 минус 37,193 азайтылған 2,9-дан 8. Жақшаларды бірінші аш деп тұр. Жақша ашайық онда. Астына жазам 38,267 минус 5,18-ден 17 минус жақшаның ішін кері таңбаға өзгертеді. 1,74 плюс 3,6-дан 1 болады. Мұнда да дәл солай минус 37,193 плюс 2,9-дан 8 болады. Енді тең тәсілмен есептейік. Алдымен ондық бөлшектерді жинақтап қосып алайын. Сонда 38,267-тен
мына екі теріс санды бір-біріне қосып алайық алдымен. Мына екеуін. Сонда 1,74 қосамыз. Давай астына есептеп көрсете салайық толық жазып. Бірінші 1,74-ке қосамын 37,193-ті. 7, мұнда 6 бір ойда, 2 ойдағымен өтір, мұнда 8, 3 болады. Таңбасы минус, екеуі теріс. Енді біреу теріс, біреу оң, ондай болса, екеуін бір-бірінен азайтамын. Сонда 38,267-тен 38,267-ні азайтып тастасам, 0 шығады екен, мыналар жоқ болып кетті. Енді жай бөлшектерді минус 5,18-тен 17, бірінші мына 2 оң санды қосып алайын, 3,6-тан 1-ге қосамын 2,9-дан 8-ді. 3-ке 2-ні қоссам 5 бүтін болады, ортақ бөлім 18, мұнда 3-тен 2-тен берем, 18-ден 3 қосылған 16, 19 болады. 19-ді 18-ге бөлсек 1 бүтін, 5-ке қосылады, сонда 6 бүтін 18-ден 1 шығады. Енді 6 бүтін 18-ден 1, мұнда жерде минус 5 бүтін 18-ден 17. Үлкен таңбасы плюс, онда плюс таңбалы сан шығады. 6 бүтін 18-ден 1-ден азайтамын 5 бүтін 18-ден 17-ні. Бұл жерде 1 бүтін болады, 5-тен 1-ді алсақ 18-ден 1 азайтылған 17 болады. 1-ден азайтылмайды, 1 бүтінін береміз, онда 0 бүтін қалады. 18-ді қосам деген сөз 19 азайтылған 17 болады, 18-ден 2, 2-ке қысқарады, 9-дан 1 шығады жауабы. Давай мынаны былай жақшаға алып қойайық та, бұл черновикке есептелуіне болады, немесе астына осылай есептеп жазып қойсақ болады. Так, енді екінші өрнекті қарайық. Екінші өрнекте минус жақша ішінде 19 бүтін 15-тен 4, минус 21 бүтін 1095, жақшаны жабамыз, қосылған 8 бүтін 5-тен 1, азайтылған 18 бүтін 1975, азайтылған жақша ішінде минус 11 бүтін 3-тен 2, қосылған 2 бүтін 100-ден 12. Жақшаны ашамыз. Так, минус 19 бүтін 15-тен 4 болады. Жақшаның сырты теріс, сонда бәрін теріс кері таңбаға аударып жазам. 21 бүтін 1095 плюс болады. Енді мына жерде жақшаның сырты плюс, ішкі қандай өрнек тұр, соны көшіріп жазамыз. Так, плюс 8 бүтін 5-тен 1 болады, минус 18 бүтін 1975. Мына жерде жақшаның сырты мен, сонда ішкі таңба кері плюс 11 бүтін 3-тен 2, минус 2 бүтін 100-ден 12 болып өзгереді. Енді бірінші не істейік? Мына екі теріс санды бір-біріне қосып алайын бірінші. Сонда 18 бүтін 1975-ке қосамын 2 бүтін 100-ден 12-ні. 5, 9, 0 бір ойда өтір 11 ойдағымен, сонда 21 болады. 21 бүтін 1095 таңбасы минус болады. Енді мынау плюс. Екеуін бір-бірінен азайтамын. Енді 21 бүтін 1095-тен азайтамын, жаңағы шыққан 21 бүтін 1095-ті. Шығады 0. Біз алдымен мына ондық бөлшектерді есептеп алып тұрық. Енді жай бөлшектерді. Бұл жерде мына біреу плюс, мынау минус. Алдымен плюстарды қосып алайық. 8 бүтін 5-тен 1-ге қосамын 11 бүтін 3-тен 2-ні. 11-ге 8-ді қоссақ 19 бүтін болады. Ортақ бөлімі 15. Мұнда 3-тен, мұнда 5-тен беремін. Сонда 3 қосылған 10 болады 13. 19 бүтін 15-тен 13 шығады екен. Енді мынау минус, мынау плюс. Үлкені 15-тен 13, онда шығады плюс таңбалсан. 19 бүтін 15-тен 13-тен азайтамын 19 бүтін 15-тен 4-ті. 0 бүтін қалады, 15-тен 13-тен 4 алсам 9, 3-ке қысқарады, 5-тен 3 шығады. Немесе 0 бүтін 10-6 деп жазуға болады ондық бөлшек түрінде. 723-ші есеп жақшаларды ашыңдар дейді. Бірінші өрнек, жақша ішінде минус x, минус y, минус z, минус t, плюс жақша ішінде a плюс v. Енді бірінші жақшаның сыртында ештеңе жоқ, жай ғана жақшаны алып тастаймын. Екінші жақшаның сыртында минус бар, онда кері таңбамен минус z плюс t болады. Мына жерде жақшаның сырты плюс, онда жай ғана жақшаны алып тастаймын. Плюс a плюс v.
ұқсас мүше жоқ, осылай қалады. Келесі екінші өрнек минус x минус a плюс v минус y дейді, минус c плюс d. Жақшаның сырты минус үшін кері таңбаға өзгертеді. Минус x плюс a болып кетеді. Мына жерде плюс жақшаның сырты қалай тұр? Жақшаның ішінде қалай тұр? Солай жазамыз. Минус v минус y. Жақшаның сырты минус кері таңбаға өзгертіп жазамыз. Минус c минус d деп. Ұқсас мүше жоқ, осылай қалдырамыз. Мен осылай ашамыз. 724 есеп жақшаның дұрыс ашылғанын тексеріңдер дейді. Минус жақшаның сырты, одан кейін минус а, минус жақша тағы да, минус в плюс жақша минус c жабамыз, екі жақшаны жабамыз. Тексеру үшін давай жақшаны қайтын аша саламыз. Бірінші жақшаны ашайын. Минус жақшаның сыртында ішін кері таңбаға өзгертеді. Сонда плюс а, плюс таңба жазылмайды, сондықтан бірден а деп жазам. А болып кетеді, мына жер плюс болады да, келесі жақшаны қайтын жаз қояқ. Минус v плюс минус c бір жақша ашылып кетті. Біртіндеп ашайық шатаспас үшін. Енді тағы бір жақшаны ашайық. А жақшаның сырты плюс, онда іші қалай тұр, солай жазылады. Минус v плюс жақшаның ішінде минус c деп. Енді бір жақша қалды, ашамыз. А минус v жақшаның сырты плюс, онда іші қалай тұр, солай жазылады. Минус c. А минус v минус c болады екен. Сонда бұл дұрыс ашылған. Енді екіншісін қарайық. Минус жақшаның іші а, минус жақшаның ішінде минус v, минус жақшаның ішінде минус c. Жақшаларды жабамыз. Жақшаның сыртында минус үшін кері таңбамен ашады, сонда минус а болып кетеді, плюс мұнда келесі жақшаны жазам. Минус v, минус жақшаның ішінде минус c. Енді тағы бір жақшаны ашайық. Минус а, жақшаның сырты плюс, қалай тұр, солай жазамыз. Минус v, минус жақша, минус c. Жақшаның ішіндегі таңбаға тиіспейміз, ол жақшаның ішінде тұр. Бір жақшаны аштық. Енді соңғы жақшаны ашамыз. Минус а, минус v, мына жақшаның сыртында минус, ішін кері таңбаға өзгертеді, сонда плюс c болады. Минус а, минус v, плюс c. Мынау дұрыс екен. Екеуі де дұрыс ашылған. 725 есеп шаршының орнына қосу және азайту таңбаларын жазыңдар дейді. Яғни жақшаны аш деп тұр ғой. Минус а минус v плюс минус d плюс t. Жақшаны ашқан кезде минус таңба жақшаның сыртында болса, іші кері таңбамен. Сонда минус а плюс v болып кетеді. Мұнда жақшаның сырты плюс, сонда жақшаның іші қандай? Сондай қалады. Минус t плюс t болып. Сонда мына жерде плюс болады екен. Мұнда минус болады, мұнда плюс болады екен. Келесі екіншісінде жақшаның сыртындағы таңба белгісіз минус x плюс y дейді. Мұнда да белгісіз таңба z минус k. Енді жақша ашылған, соған қараймыз. Минус x плюс y минус z плюс k. Мұнда минус x плюс y қалай тұр, солай тұр. Ондай болса, мына жерде плюс таңба болады. Плюс жазбайды енді. Осылай, мына жерде плюс таңба. Келесі, мына жерде минус z плюс k. Мына жерде плюс z минус k. Ендеше кері таңбаға ауысқан. Ондай болса, жақшаның сырты минус болған деген сөз. Мына жерде минус таңбалы болады.